Күннің эсас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайрлы ақшамлар. Қырымға Ингушетиядан ет келді. Қырымда қанунсыз реклама щитлеріні демонтаж етіп башладылар. Ахмеджетте пиаделер кечетінде бір қызны машина қақты. Пандуслар вен нақлиет салонында аз мобиль олған yolcular үшін мақсус ерлер сақ шерінде яны автобуслар қатынап башлады. Ресам Али Бекиров өз есерлерінде нелеріні жанландыра. Қырымға Ингушетиядан ет келді. Оның тәркібінде дини ве жемаат эрбаплары, кой имамлары бар. Мұсафірлер Қырым татарлар үшін тимсал ташыған ерлерде болындылар. Мевзунun девамыны мұхбірлеріміз біле. Ингушетиядан келген еттің векелері Жұма жәмінің бинасында мевлют оқуйлар. Дағлылардың мақамлы сеслері бірі-бірінден сон яңғырай. Будуалар Мухаммед пейғамберімізге ве муин вақаға бағышлана. Иетні құрылайтқан Жұма жәмінің комплексі айретте қалдырды. Мұсафірлер дини иншаат ачылуына етіп келмеге сөз берділер. Впечатление неповторимое. Это прямо дух захватывает, смотря на этот новые большие огромные стройки. Қырымның дини даресінің даветіне бинаен Ингушетиядан ет тіркібінде 15 адам келді. Оларның әксереті дин эрбаплары ве имамлардыр. Оларның мақсады тәжірибенен пайлашмақ ве яшларын тәрбие етуде яны малюмат алмақ. У вас здесь настолько все, слава Богу, хорошо, и мне приятно видеть, что наши братья, крымские татары, сегодня за своей исторической земле развиваются, делают все возможное для того, чтобы развивать свое подрастающее поколение в духе патриотизма, в духе нравственности. Мұсафірлер Қырымға 5 күнге келділер. Енді Қырым татарлар үшін тимсал ташыған ерлеріні зиярет етіп етіштірділер. Бұндан да ғайры, милли күреш бойынша 3-ші бутун Қырым чемпионатында бұлындылар. Были очень впечатлены борьбой крымских татар. Очень зрелищное событие было, честно говоря. Енді план бойынша Ахмеджеттеки қадими сетсетар жәмесі тұра. О реконструкция айтылген сон açılған еді. Бұл ерде 26 адам үшін медресе құрылды. Делегатларының пікіріне көре, Қырымда яшлар арасында дин ғайырдан тікленулеві бойынша планлар яваш-яваш әмелге кечіріле. Обсуждали, значит, нашу веру, мусульманскую веру, чтобы мы, как братья, с той стороны, с нашей стороны и с вашей стороны друг друга, значит, ездили, обменивались опытом. Мұсафірлер sıcak қаршыланғанлары үшін Қырым мұсылманлары муфтисіне ве Девлет Думаме Бусы Руслан Бальбекке бақшышлар кетірділер. Мы вечно не забыли. Да, спасибо вам большое. Дети, внуки, народ никогда не забудет. Спасибо вам. Теплоту отношений, уважение к друг другу и доброту любой человек понимает, даже не зная твоего языка. И уже находясь у себя дома, они будут делиться впечатлениями и рассказывать о понимании уважения, гостеприимства крымских татар. Ингушетия векилері Қырымда да 2 күн болуына жақлар. Бұл вақыт девамында Бақчасарайдаки ханлар сарайы музей комплексыны зиярет етмеге ниет етелер. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Алишер Алимов, Виталий Голубев, Миллет үшін. Ағымдаки сене Қырымдан ажылыққа бен мұсылман yol alacak. Bu Rusya için ayrılған kvotanın 5.000'ge artqanından bağlı. Haberine Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Albert Kangiyev bildirdi. Cumhuriyette vesikalar toplanılığı ilan etildi. Endi atta yolculuk için para tölegenler de var. Қалған tafsilatlarını bizim muhbirlerimiz bile. Кечкен сене сақ шерінің сакина сервер Джилялов умыр арқадашынен бераберлікте мұсылманның аятында эсас сылған сияхатны яптылар. Олар мұқадескерлеріні зиярет етмек ақында бұтын умыр девамында арзу етейділер. Чифтажылық тедбірінден ғайры ислам тарихы бойынша білгілеріні дейқавелештірді. Тешкіле тувнен де мемнун қалдылар. Bizanda бірқач экскурсияға бардық. Опять же, по инициативе біздің ұжаларымыздың инициативадан шыққан оле шейлер, олар сау олсын о тарафтан. Ухуд қырны көрдік. Муздалифа, Мина, сон Арафат ерлерге мұтлақта барамыз, amma біз ondan сон да бір қач ерлерге бардық. Пейғамберіміз бірінші илімлер Аллахтан алған ерлерге барып келдік. Енді Қырымдан Меккеге да çok мұсылман барып olacak. Билеттер ise қыс мен бюджет тарапынан сатын алынacak. Какие факторы влияют на количественный состав? Безусловно, это
квоты, которые выделяет Саудовская Аравия странам, государствам, кому-то, может быть, там несколько сотен тысяч, кому-то несколько десятков тысяч. Вот для Крыма определили квоту в 1000 человек. Ярмаданын деманеви тарихында бірінші сефер хаджынан тешкіл етілуінен мұстақыл шекілде қырымлы тур операторы ұғраша. Весіқалар ресмелештірілген вақытта Қырым сәкенлері үшін ешіл коридор чалыша. Йолға чықмаздан evvel Дени Дареде Қырым мұсылманлары үшін семинар кечерелер. Анда ұжалар ажылықны доғру кечірмеге үгретейлер. Ахмеджетнің екінші поликлиникасында ise ажыларға ашылама етілі. Духовное управление мусульман Крыма определило, что АВН-тур это получается, является официальным туроператором по организации хаджа в Крыму. И с 2017 года мы от А до Я организовываем поездку хадж. Ажыларны группаларға бөлежеклер ербіріне мақсыз кураторлар тәнленежек. Бұл ажалар имамлар векімлер ола білем. Приобретаем лекарства, и наши паломники, чтобы не чувствовали дискомфорт, чтобы когда заболели, наши медработники, врачи могли своевременно помочь им. Сақ шерінің сәкені Амет Апсиметов да 16 елі велсі Украина деварынде мұқадес ерлерде бұлынғаныды. О вақыт ажылыққа бармақ үшін епсі весіқаларны озу топлағаныды. Мекеге сәті Киевден ұчып кетмеге мүмкін еді. Евел тикана хылынжылық көрердік. Мындан бір кімса сен бір ерге ал бармаз. Біз өзіміз пойызға билет алғандық, барғандық Киеваға. Андан да, одан да евел параларын бергенден сон анда бая документ, визалар у Москва улар барарды. Москвада визаны ачардылар, анда ербішін текстер, прививкалар, епсі Киевада де. Ама Қырым Руселі олған сон әршейден ашты енді. Весіқалар ресмелештірілігі меселелері кечмішке далды. Ажыларының саясия 2014 санден башлап арта. Государство в лице Совета министров Крыма, исполнительных органов, взяло на себя ответственность по оказанию содействия в решении данных вопросов. И с 2014 года, когда было 150 паломников, вы знаете, до сегодняшнего дня это 975 человек в 2019 году, в прошлом году, посетили хадж. Это серьезный прогресс. Қадими заманларда Мекке Мединеге жылыққа бармақ хафлы ве онайцы сайлайды. Инсанлар, девелер, атлар меніп ве аты жаяф етіп барайдылер. Ама шымды бұл онайтлы ве хавсыз олды. Қырымлы хадж операторы ажыларының еліні қолайлаштырмаға тырышы. Ахмеджеттен Саудия Арабистанға доғру рейс açılмасы қында музакерелер алып барыла. Дай бог, у нас в середине января будет совещание проходить в Саудии. Мы также этот вопрос поднимем в этом совещании. Если будет согласие Саудовской Аравии принять этот чартерный рейс, организуем, чтобы наши паломники без тяжести смогли на прямом самолете улететь из Симферополя в Саудию. Кечкен елінің сынында весіқалар топланы башланғаны илан атылды. Енді атты ел парасыны төлеген инсанларда бар 48 мұсылмандан ибарет олған бірінші группа бұл сәне язда елға чықажақ. Мекке ве Мединенің мұқадес ерлерінде олар 3 hafta bulunacaklar. Евгесі Құрбан байрамдан соң қайтып кележеклер. Салғыр өзенінден кечкен көпірні мартның 22-сінде ачажақлар. Бұақта Қырым пайтақтың мемориетінде хабер еттілер. Объекттің реконструкциясы декабрь 1-інде башланған еді. Құрыжылық ішлеріні шу айының 15-не қадар бітірмеге планлаштырылған еді. Ләкин ескі көпірнің эпысы элементлері іштен шыққаны себебінден объектіні вақтында тапшырып оламадылар. Шымды яны 20 дане тіреме сатын алынып башланды. В результате реализации проекта и вскрытия основных конструкций, несущих мостового сооружения, выявлены аварийные конструкции в части балок перекрытий, которые находятся в центральной части мостового сооружения и расположены непосредственно в реке Малый Салгир. Бақылмаған құрыжылықта аддеттен тыш тапылма керіш сыныржылары еді құю районының яныш тақыл көйінде едеклерінен толу ағач құтысыны таптылар. Оның ішінде гранаталар веселя ечен юзлерже патрон сақланыла еді. Қорық везірлігінің Росгвардия ве МВД дарелерінің хадемлері эпысы шейлеріні чекіп алдылар. Шымды патлайыжы мадделерінің сайыбы кім олғаны анықлана. Чоқ әзіклер ве баш мейінің сарсылығы Саба Ахмеджетінің мерkezінде пияделер кечетінде машина бір қызны қақты. Тавсиятларына Эльмас Аблакимова біле.
Ахмеджет шерінің en çok машина қатнаған чапразларından бірісі бүгін мұнда саат 9-да yol наклиет қазасы yüz berdi. Вақианы өз көзінден көрген Ахмеджетлерінің чеккен фотоларында. Асфальт үстінде сыз бір қыз ятқанына көріне. Оның янында тұрған ер кіші есе оның қақан автомобилінің айдавшысы. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь по улице Козлова со стороны улицы Севастопольская в направлении улицы Футболистов, возле дома номер 41 по улице Козлова, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, женщину, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. Bu korkunçluk kazanı көрген insanların sözlerine көре zararlanған sayısı da çok olabilirdi. O vakitda bir insan piyade geçitinin ortasında keleyataydı. Ama er kişinin kısmeti бар ekan yüksek sürate kelgen maşina onun yanından uçup gitti. Я ехала по встречному движению, передо мной была маршрутка, маршрутка проехала, пошли пешеходы. Я остановилась, пропуская пешеходы. Шел мужчина с той стороны движения, в красной куртке. Он шел, а машина навстречу, ну вот эта, которая сбила, она очень быстро двигалась. Мужчина испугался, остановился. Он мимо него проехал, ну как бы пропустил его, да, уже. O vakit piyadeler keçitine kız atılıp çıktı. Kulirelkni maşina to'xtab eshittirilmedi ve kızını urib ketdi. Ko'chili uruvdan mashinanın ok jami chil parcha oldu. Asfaltda ise zararlangan qizning qonidan iz qoldi. Qizga yordamni o vaqt tesadüfnen yanından keçken hekim ko'rsatdi. Sonra tez yardım mashinasi da yetib keldi. Qiz cheshi derecede yaralanuvlarga uğradı. Şimdi teşkürevler alıp barala. Umumnen bu yıl başında Berli Ahmedjete piyadeler ishtirokinen 4 yol kazası yüz berdi. Elmas Ablakimova, Рафаэль Вахидов, Millet için. Қырым сакенні 30 bin доза синтетик наркотиклерінен қолға тұшты. 22 яшлы ішсіз адамны Ахмеджет районының орман yolағында тұттылар. Он FBTK партияны гизлейді. Sonra оқу қорчалайчылар қанун бозуcunun evinde тентув кечірділер, анда 3 килоға яқын наркотик тапылды. Шымды ер кіші 15 yıldan 20 yılға азатлықтан марум етіле біле, емде она пара жазасы тәйінленмесі мүмкін. Қарар чықарылмаған же егіт апсте болынажақ. Сақ районында Devlet Регистр комитеті идаресінің мутехассысы доландырыжылықта қабатланды. Тақиқат комитетінің идаресінде хабер еткенлеріне көре, яқаланған адам танышына ярдым етіп, шақси иш адамдан 3000 рубль алмаға теклиф етті. Хабардан мақсады ташылмаған мүлкиетінің сайыбыны қайд етмек олды. Хадимлер бұл қанун бұзушыларына тұттылар ве оларының іші бұзылды. Она қаршы жинайы иш açıldı. Сақ шәрі için 7 яны автобус айырылды. Bu kurort şehirinin sakinleri için yılbaş bakşışı. Olar imkanları sınırlı olgan adamlar için onaytlı. Cemaat nakliyeti nasıl marşrut boyunca keze ve şehirliler buna nasıl kıymet keseler cevaplarını muhbirimiz Ayşe Шулакова біле. Марлен Мунизов Сақ шерінде жемат нақлиетінің айдавжысы. Бұяны онайтлы автобусының дүменні башына яқында отырды. Эвелері эски машиналарны айдайды. Коробка автомат, да, по городу очень удобно. Тепло, что немаловажно. Люди даже приходят, говорят, что выключили печки, потому что жарко сзади. Январьдың бірінде шердің арабалар паркына яна автобуслар қошылды. Эвелки ташыйчы вазифелеріні керекли кыбыт беджермейді. Оның үшін нақлиет везерлігі Қырым елбасшысының авалесі бойынша ташыйчыны деніштірді. Қырым троллейбус идаресі үшін еді машина тижари олмаған лизинг программасы бойынша алынды. Яна автобуслар таби газда чалыша. İçlerinde көзету системасы, кондиционерлер ve GLONASS системасы бар. Олардың içine 80 yolcu сыға біле. Нақлиет салонында пандусlar ve az mobil olған yolcular için махсус yerdler бар. В общем, до кнопки вызова не дотянуться. Шер сакина Анастасия Желудкова айтқанына көре, пандус оларының турағында açılмай, onun үшін айдавжының ярдымы керек ола ве bu имканлары сынырлы olған адамлар үшін онайтсыз ола. Вопросы с этими погрузками в транспорт. Долгое время как-то они занимают, еще пассажирам приходится ждать нас. İmkanları sınırlı olған адамлар çoxtan alçaq tabanlı avtobuslar hakkında arz ettiler. Ama onların umutları dolu şekilde gerçekleşmedi. Автобусы отличные, комфортабельные. Вот мы едем очень удобно. Но только одна проблема, вот остановки и, конечно, крутоватый пандус для нас. Сами мы, конечно, не заберемся. Ну, шофера нам помогают. Ну, вот сейчас посмотрите, как мы будем выезжать. Очень опасно.
Асмобиль олған гражданлар шер әкиметі бұл меселеге диққат айырар деп умут етелер. Олар бөлен ақлиет дурақларында тоқтамасы үшін шарайт яратмақ кереклер. Экстремальненько. До свидания. Бусене Крым троллейбусда юзе маневи автобус сатын алмаға планыштыра. Айша Шулакова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Крым пайтақтында реклам шитлеріні бозы башладылар. Шымдықы вақыта ішлер Победа жаддесінде алып барыла. Шәрінің бұл қысмында 50 қанунсыз серлештірілген конструкция ве мұддеті біткен шитлер алып ташланacak. Оларның ерінде яны иншаатлар ерлештіріле біле. Если город Симферополь рассмотрит вопрос размещения рекламной конструкции через схему размещения рекламной конструкции, соответственно, далее пойдет процедура аукциона, в этом случае то да. Но пока к этому вопросу мы не подходим. Аукционы были проведены ранее, соответственно, на проспекте Победы также были выиграны рекламные места. Поэтому на сегодняшний день мы убираем те конструкции, которые стоят уже на сегодняшний день незаконно. Ағач оймачылығы ве ресім чызылығы. Истидатлы Крым татар ресамы Али Бекиров ресім чызмақтан ғайры қадыми існамны білген инсандыр. Оның ішлері арасында 500-ден зияды текрарланман манзара бар. Бұл эсерлер үшін ғайелер не ерде ве насыл пейдаула, шымды мөйлев насыл ресімлер ярата ве не ақта хаял ете. Устанын иджада ақында Наджия Исаеваның левхасында. Белі Крым татар ресамы Али Бекиров алтын бешік серлевалы яны сері üzerinde çalışа. Бояларны қаштырып, қысқа ве uzun сызықлардан қиметлі эсер ярата. Феодосияға yakın yerlerin manzaraları. Anabıların arasında sular da görür. Boğazlar buna da. Boğazlar görürsünüz buna bu. Hem su, hem bayırları, mana bu yerler Kırım'ın çöl tarafları. Resim üzerinde usta 2 aydan beri çalışa. Bu vakit içinde o bir kaç kere denişti. Baştan usta beşik ile kompozisyonu ev içinde tasavvur eteydi. Ama sonra mana daha ziyade terenleşti. Ana bu balanın, bu ana bunların vetanı, bunların altın beşiği. Bu Kırım Tatar halkının altın beşiği. Ali Bekirov 2 ali tahsil algan insandır. İcat onun için ilham çokrağı olan. Usta 16 yıl devamında Kırım Tatar Teatrı'nda sanallaştırıcı ressam olarak çalıştı ve eserler yaratmakını devam etti. Ali Bekirov onlarca konkursada galibe kazandı. Çeşit, janr, teknika ve üsluplerde 200'den ziyade resim çizdi. Soyuz Hudojnikov'un выставkalarında hepsinde iştirak edip geldim. Bu son günüyümceğiz. Aileden toktamayıp onda iştirak ettim ben, evet. Kademi esnafga ait yüzlerce eski ve sınırsız nazari bilgiler. Ağaçnen çalışmak ustalığı ona icatlarından miras olup kaldı. Abi bükülgen ağaç bu. Abi bana bu da bükeler bunu. Kalıpa koyup direkt taze olgan vakitte kesip algan son kıyıştıralar bunu. Kalıplarına koyup son kurutalar onu. Kurugan son. Taze olganı sınmay. Sınmay. Kırım Tatarlarının 5 çeşit beşikleri var edi. Bir regionun öz çeşidi var. Kız ve oğlan ballarının beşikleri de ayrılaydı. Olar ana ve bala için onaylıydı. Bu kötergende anası da balanı emizgende görürsünüz mü? Bana bunun üstüne omuzunu koyup yata. Çok katlıca olmak gerek. Bu katlıca ola bu. Bana bir yerde göründü bu. Hepsi. Anası başını koyup bunda yoklap kala. Kerek olsa balasının başını köterip balasını kokuslarını verip emizdirip de ala. Beşikler bala sıvıklanmasın ve yıkılmasın deyip yasalaydı. Beşiknin çeşit taraflarında melikler için oyulgan yerler kaldırılaydı. Onun için turmuş eşyası yatak yerinden gayrı balanı korçalagan şeydi. Ana bunun içine melekler yerleşip alalar bunun içine saklanıp. Balayı ananın içine saklangan melekler kurtaralar, saklaylar o balanı. Это было обычай. Kırım Tatar efsanesine göre halkımızga düşman ucum etkende, olar yarımadamızın kobalarında medeniyetimizin saklap kalmak için altın beşikni saklagan ediler. Ali Bekirov kenede koluna ağaç alıp sevimli işine kaytmağa arz etti. Ama bunun için yer gerek. Usta umut etti ki bir gün ola onun episi eskizleri kağıttan koçurulup sanat eserlerine çevrilir. Naciye Sayvarov, El Vahidov, Millet için.
Фольданс дуэт Алиме Абдыннанова адына 44 санлы мектепте кечірілген ойын конкурсыны бойле адладылар. Иджади ярышқа iştirakçiler 2 ай азырландылар. Жюри азалары угуны насыл чифтлер чықты. Кымның чықышына ең yüksek дәрежеде қимет кесілді. Бұл ақта біз зымлевхамызда. Алиме Абдыннанова адына 44 санлы мектептің санасында Қырым татар тілі ве әдебиеті очасы Исмаил Аминов болуна. Ойс талебесінен фольданс дуэт адлы конкурста иштирак эти. Шу конкурс чоқтан түшінілейді. Манасы, esas манасы шу. Бір оча, бір талебенен чифте болынып, 3 қысымны кечіп, көстережектер өз ойынларыны. Манасы тілінің, медениетінің, oyunlarının seviyesini көтермеге. Elbette dikkatlerini, talebelerin ocağının dikkatlerini celp etmege. Bu ise Aliye Междиева ve onun talebesinin adetten tış çıkışı. Olar Kırım Tatar tım-tım oyununu icra eteler. Zülber Maham helerinin nazik hareketleri ve konkurs iştirakçilerinin artistlik ustalığı. Bularga hem seyirciler hem de jüri azaları kıymet kestiler. Gürdeli alkışlarla olar bir ağızdan en yüksek bağlar koyalar. Болегі бұл ярыш біздің мектебімізде бірінші сефер кечірілі ве мен де бірінші сефер іштирак еттім. Шоның үшін жанымыз беллідір. Ләкен мен бір чықшымнен мемнуным. Чүнки мақсадымызға еріштік. Ве seyirciler de çok sağ olsun. Onların yardımı bizni ilhamlandırdı ve sonunda öyle yaxşı neticeye geldik. Umumen konkursta 5 çift iştirak etti. Episi oyunlarını Kırım'da nam kazanған artist Kırım ansamblinin solisti Maya Anafiyeva koydu. Bu tedbirge 2 ay hazırlandılar. Бүгін біз парлақ мерақлы тетбірінің шатлары олдық. Бұл ерде талебелер, очалар ве ана бабалар бірлештілер. Мен Майя ханымға тешекерлер білдірем. О бізнен олғаны үшін сақ олсын. Бұл бізім милли ғұрырымыз. Мектеп müdiri Gulnara Murtazaeva айтқанына көре конкурс епісі iştirakçilerinin istidatlarını açtı. Onu anonivi yapmağa niyetlenyeler. София Шукурова, Севиля Меметова, Максим Турчев, Миллет үшін. Бүгінге бұл епісі хаберлер Милет телеканалынан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.